деген нәрсе түк қиындығы жоқ нәрсе. 5 минуттан кейін адам намаз оқи алады да, 5 минуттан кейін. Мысалы, экзаменға барған кезде сіздің алдыңызға мынандай шпаргалкаларды қойып қойса, сіз ол жерден 5 минут өтіп кетесіз ғой. Иә, шпаргалка бар болса. Өтірік айтудың қажеті жоқ. Кейде біз экзаменацияға барған кезде телефонды ақырындап дауысын өшіріп қойып бүйтіп қарап отырасың ғой, деп шытырлатып отырасың мысалы үшін. Жаман бағалы қалап аяқтап мысалы үшін. Тура сол сияқты намазда да сол нәрседе бүйтіп кітапқа қара да оқи бер. Тілің келмей жатыр, енді не істейсің? Кітапты ұстап не? Кітап ұстап, болады, иншалла, болады, ола тұрған ештеңе жоқ. Мынандай нәрсе ғой. Адам Құран оқи алмайды да. Құран оқи алмай жүрді, бірақ Құран оқуын тастамады. Сөйтті де дүниеден өтіп кетті дейді адам. Ақыретте орнынан тұрған кезде дейді Алла Тағала ол кісіні қарилардың қатарына қосып қояды екен да. Қараңыз. Ал қариларды шахидтардың қатарына қосып қояды екен. Құран жаттап алған адамдар дейді да. Қараңыздар. Аллаға түкке тұрғысында, сауап тұрғысынан дәрежені көтерем дейтін болса. Бұл жердегі нәрсе адамның амалында болып тұр екен. Ең бірінші амалында. Сонда пайғамбарымыз айтады ғой, мен мұсылмандарға сондай таңғаламын дейді. Алла Тағала сондай дәреже беріп қойды дейді, олар әлі істеген жоқ дейді бір нәрсені дейді. Бірақ істеймін деп ниет қылса болды дейді. Оның сауабы істелгенге қарағанда ауыр болады дейді. Қараңызшы. Мен мысалы үшін қазір мешіт саламын деп ниет қылсам, мен бір тиын шығарған жоқпын әлі. Ниет қылдым. Енді кейін мешіт салдым. Может, Алла Тағала нәсіп қылып 10 жылдан кейін бірақ байыған шығармын. Мешіт салдым бірақ. Мешітке 100 миллион ақшам кетті деп есептеңіз. Сауап ауыр болу керек қой анакі. Жоқ, Алла Тағала ниеттің сауабын одан да ауырып қояды екен. Міне Алла Тағала пенде ниет қылса болды, сол мезетте оның сауабын жазып қоя салады екен да. Қараңыздар. Сондықтан да Алла Тағала баршамыздан разы болсын. Ағамыз намазға ниет қылып қойдыңыз ғой. Міне қараңыздар. Алла Тағала сауап қабыл. Енді Алла Тағала өзі уақытын келтіреді бұл кісіге, ақырындап ойландырады, ақырындап. Мотивация деген нәрсе бар, материализация деген нәрсе бар. Адам ақырындап ойланады. Жандағы адамдарға қарайды, мысалы үшін, Асекеңе қарайды, мысалы үшін, жаңағы Өзкай ағамызға қарайды, мысалы үшін, Ержан ағамызға. Жан жақтарын ақырындап қарай бастайды. Олар намаз оққаннан кейін сорлы болып кетті ма? Деп қарайды. Жоқ, наоборот, зор болып кетпесе, олар қор болған жоқ та. Керісінше, Алла Тағала дәрежелерін көтеріп қоймаса, олар зор қорланып кеткен жоқ. Ал оқымаған адамдарды қарап жатсаң, расында да жаңағындай. Бар дүниесін ішіп жеп, үйінің берекетін алып, әйелін сабап, әке-шешесін қуып жіберіп деген сияқты жаңағындай. Денсаулықтарын құртып, сол арақтың арқасында аяқ қолынан айырылып деген сияқты мысалын. Денсаулығынан айырылып деген сияқты. Сондықтан да Алла Тағала баршамыздан разы болсын иншалла. Отбасыларыңызға барғанда негізі бұл нәрсені мен сіздерге ғана айтып отырған жоқ. Бұл нәрсе менің жанұямда да, менің шаңырағымда да, менің жаңағы туысқандардың арасында да бар бұл проблема. Біреу қабылдайды, біреу қабылдамайды. Біреу шақырып атасың, біреу я деп түсінсе, біреу жаңағындай қойшы басымды қатырмасын, сен-ақ осы келген сайын миымызды жеп кететін болдың деген сияқты әңгімелер айтады жаңағындай. Бір жерден қуанып шықсаң, бір жерден кәдімгідей жүрегің жыртық-жыртық болып жылап шығасың мысалшын. Неге түсінбейді ол деп кәдімгідей. Сондай нәрсе. Сондықтан да менің өзімнің шаңырағымдағы бар нәрсені сіздерге жеткізген, шариғаттағы бар нәрсені шамам келгенше түсіндіріп жатырмын. Иншалла. Бірақ негізінде ақыретте осының барлығы сұрақ болып, осылай жеткізу бізге міндет болып жатыр да иншалла. Сондықтан да Алла разы болсын баршаңыздан. Осы жерге келгендегі мақсатымыз жамағаттың ауыз бірлігі болсын иншалла. Осы имамдардың күліп ойнап жүруі, жұмыстарының істеліп жаңағындай алға шығуы негізі жамағаттың арқасында. Әйтпесе пайғамбарымыз саллаллаху жалғыз өзі исламды жеткізген жоқ қой мысалы. Сахабалар да жеткізді ғой. Сахабалар тіпті кетіп бара жатқанда қоштасып та кетті мысалы.
анау Фирғауынға барған кезде де, мысалы жаңағы Римге барған кезде сахабалар не істеді? Арыстандар жаңағына гладиаторлар соғысатын жерге қасайсап жаңағындай арыстандарды қоя берген кездерде болған, ол сахабаның атын ұмытып отырмын. Сол кезде не істейді? Жаңағындай уағыз насихатын жеткізеді, сосын кейін не істейді? Сенің құдайың бар болса қазір көрейік дейді. Жаңағы сахабаны жаңағы арыстандардың шығатын алаңына, жаңағы гладиаторлар төбелесетін жер бар ғой, үстінен қызықтап қарап отырады мысалы. Қай сөйледі екен деп, қайсының басын кім жау болады екен деп. Сол кезде не істейді? Бір сахаба атын ұмытып отырмын. Сол сахаба не істейді? Үмітін үзбейді. Енді Құдай тағаладан сұрайды жәрдемді. Өз амалын жасады, не істейді? Құдайдан сұрайды Алла тағаладан. Сөйтеді, таяғын алады да, жүзін қыбла тарапына қарады да, жаңа құмның үстіне намазын оқи кетеді. Сол кезде не істейді? Есікті ашады да аш арыстандарды жібере салады. Сол кезде сәжде қылып намаз оқып енді екі бас оқып отыр ғой, сонда ат-тахиятта отырған кезде желкесінен арыстан келіп иіскейді. Сосын кейін намазын оқып болады, ассаламу-алейкум, ассаламу-алейкум дейді, орнынан тұрып. Әлгі арыстан Алланың құдіретімен үйдің мысығы сияқты еркелеп аяғына жығылады. Қараңыздар. Алланың құдіреті ғой бұл. Сонда да қоймайды ана отырған Римнің патшасы. Желкеңнен иіскеген кезде сен қорықтың ба дейді. Көп отырып қалдың ғой дейді ана жерде. Қарашаны істеп отырған. Ана құдіретті көріп тұрған жоқ ол. Астағфиралла. Сонда айтады. Жоқ дейді, анау иіскеген жерде сілекейі тамып еді дейді. Мынау намазымды қайтып оқиын ба? Мына сілекейі 7 мәрте жуу керек па? Әлде құлмен бүйтсе жеткілікті ма? Бұның сілекейі пайғамбарымыздан сұрау осы жерде ұмытып қаппын деген екен. Бұл нәжасқа жата ма жатпай ма? Нәжас болса да иттікін білем дейді. Иттікі жаңағы нәжасы сілекей түссе, оны сумен 7 мәрте жуасың, одан кейін барып еще ол аздай апарасында сумен топырақ себесің. Мынанікі қандай болады екен деп сөйтіп ойладым қалдым деген ғой. Көрдіңіздер. Қараңыздар. Ана Құдайға деген иманы қандай болып тұр да? Кейін не істейді? Босатып қоя береді ол кісіні. Сонда айтады, мына арыстан артынан қалмай қояды. Сол арыстанмен қоса жібереді, арыстан анау шөл даладан өткенінше қасында телеохранитель болып жүрді дейді. Бір жаңағы жылан болмаса шаян жаңағындай басқа қасқыр, жаңағы қорқау қасқырлар көп қой, шакал қасқырлар. Біреуін жолатпай қасында. Баратын жерден жеткізгеннен кейін көзден ғайып болып дейді. Өз бетінен кетті дейді да. Міне, қараңыздар. Сондықтан да егер біз дінімізді өзіміз түсінетіндей дұрыс түсініп барып жаңа хұшықпен намаз оқитын болсақ, сол замандағы болып жатқан небір кереметтер біздің де өмірімізде жай табады да. Яғни біздің өмірімізде де кездеседі, иншалла ол немейміз. Сондай бір жаңағы бойына кіріп кеткен, жын кіріп кеткен адамдарды да көрдік мысалы үшін. Мынандай потолокпен бүйтіп жүгіре сап келіп, орындыққа келіп отыра салған кездерін көргенбіз мысалы үшін. Ол бар. Бірақ адамды қорқыту үшін не істейді? Потолокпен жүгіре салады да бүйтіп отыра салады. Ар жағында қорқатын болсаң, сен тю есікке қашасың болды. Шуыта қаласың кәдімгідей. Бірақ жын не істеп жатыр? Саған жұмыс жасап жатыр да сені үрейіңді алу үшін. Адам денесін пайдаланып жатыр да. Сондықтан да бұл фани дүниеде Алла тағала намазбен ақ бізді қорғап қойған. Мұсылманның қаруы дұғасында дейді. Сендер сондай байсыңдар дейді. Не керек болса, 2 рақат намаз сендерге жеткілікті дейді. Біз ана 2 рақат намаздың қадір қасиетін дұрыс түсінбегендіктен біздің намазымызда дұрыс болмай жатқандықтан бәлкім дұғамыз қабыл болмай жатуы мүмкін. Әрбір біздің рүкуғымыз, сәждеміз, әрбір нәрсемізді дұрыстап, жаңағындай контрольда ұстап намаз оқитын болса, 2 рақат намазбен ақ жаңағындай жауды қайтара салатын бізде күш деген бар да. Қараңыздар, күш деген бізде жеткілікті.
сол 2 ракат намазбен жаумайтын жерге жаңбыр жауғыза салуға болады. Оны да білесіздер, иә? Мәселе ол жерде оқуына байланысты болып тұр. Сондықтан да Алла Тағала баршамыздан разы болсын, иншалла. Алла Тағала болашақта әр шаңырақтан иншалла сондай ғалымдар, ғұламалар, машайықтар шықсын. Бана Айдос имам айтты ғой, имам әр шаңырақтағы шәкірттерін әкеліп, мешітке әкеліп, намаз оқытып, Құран үйрететін болсаңыздар, ол жердегі мақсат бір молда болу үшін емес. Сіз фундаментін қалап қоясыздар, ол иманды болады. Ертең сол балаңыз прокурор болса, иманды прокурор болады. Қандай жақсы біздегі ауданымыздағы прокурорымыз қандай, иә? Намазда жүр, мысал үшін. Қиынбаның жігіттері қандай жақсы, мысал үшін. Жұмада намаздан қалмайды, мысал үшін. Оразадар, мысал үшін, оразаларын ұстайды. Құрбан уақытында, мысал үшін, құрбандықтарын шалып жүреді, мысал үшін. Кезінде сондай нәрсе болды ма? Қараңыздар. Мына тура сол сияқты ұрпақ, әр шаңырақта иманды ұрпақ болатын болса, не обязательно ол жаңағы молда болып мешітте отыруы, мысал үшін. Ол сол иманымен, иншалла, ертең бұны ел басқаратын болса, қандай біз ел боламыз, Алхамдулилля. Сондықтан да үміт үзбеуіміз керек. 2 ракат намазбен біз балаларымызды батыр, біздің қыздарымызды ханшайым, сондай деп еркелетіп отырсаңыз, мысал үшін, балаңды тупой десең, ертең расында да тупой болады да. Періштелер әмин дейді, болды, тупой болады ертең бұны. Өй, мына бала ертең бұны жаңағындай қайта-қайта айтып отырсаң, оңбағыр десең, расында да оңбайды, өмір бойы оңбай өтеді. Өмір бойы оңбай өтеді. Неге? Өйткені ата-ананың тілеуі сол болды. Ата-ананың дұғасы балаға деген дұғасы тез қабыл болады деген сол. Артынан сосын кейін мына жаман бала қайдан шықты деп өзіміз жылап отырамыз. Тілімізге ие бола алмадық та балаға байланысты. Сондықтан да балаларыңа жақсы сөз айтыңыздар. Баланы керісінше жаңағындай, ой, мына осы менің президент болады. Міне осы мықты ғалым адам болады. Мықты математик болады. Мықты механизатор болады. Деп жаңағындай сондай нәрселерді көбірек айтсаңыздар, жаңағындай баланың пеште амин, 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 амин деп отырады. Алхамдулилля. Ертең расында да елімізде мықты мамандар шығады, Құдайға шүкір. Әйтпесе жаңағындай жүреміз, жаңағындай еліміздің, жеріміздің затын түкте істей алмай, меңгере алмай, Қытайды да кіргіземіз, ертең Моңғолды да кіргіземіз, мына жақтан жаңағы орысың да кіреді, жаңағы түркің де кіреді, ар жағдан тек қана сол кірмеген негрлер ғана қалған шығар, енді қалған бәрі кірді ғой енді. Негрлер де бар, енді олар оқып кетіп жатыр ғой қайтадан. Рас сол, сондай нәрсе да. Бізде Қызылқазақ ауылында қазір 3 шамаға тұрмыз. Бізде ауылда намаз оқыған жоқ шынымен. Ананы қараймыз, мынаны қараймыз. Кейде жаман жолдарда болды. Содан бір күні азамат деген баламыз шығып, мен нағашы болып, жолдастары сол шығып, аға жүріңіз, намаз оқиық. Оқымаған адам ғой енді. Мүлдем Құранды білмейді. Содан қой. Дәретіміз жоқ үстімізде. Үйіне апарып дұшқа түсіріп, жүрмейді мешітке келсе.